Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарға барлық жағдай жасалып жатыр. Әсіресе мүгедек жастардың білім алуына ерекше мән берілуде. Тіпті арнайы бағдарламаларда қабылданған. Олардың ортаға бейімдеу үшін оқу орындарында былтырдан бастап арнайы топтар ашылған. Соның бірі Шымкенттегі Болашақ колледжінде. Онда 24 бала білім алады. Олардың 12-сі жатақханамен қамтамасыз етілген. Түркістан облысы Адами әлеуметтік даму басқармасының келісімімен ашылған топ шәкірттеріне білікті мамандар дәріс оқиды. Бағдарлама аясында Болашақ колледжіне мүмкіндігі шектеулі 5 қыз бала және 19 ұл бала оқуға түскен. Оларға білім ұясының жанындағы жатақханадан орын беріліп, барлығы 3 мезгіл ыстық тағаммен қамтамасыз етілген. Шәкірттер арнайы аудармашы тәлімгерлердің көмегімен 15 пән бойынша сабақ оқиды. Олардың ортаға бейімделуіне жағдайлар жасалынып, өмірде өз орнын табуға ықпал етеміз дейді оқу орнының ұжымы. Балдардың талаптары өте жоғары, олар өте тәртіпті және айтқанға көнетін балдар. Қанша болғаннан олар тіл кемістігі болғанмен, олар мүмкіншілік шектеулі болғанмен, олар барынша өмірге талмыстары жоғары. Осы тұрғыдан бізді қуантады. Әрі қарай бізде осыны мүмкіндікті жалғастырамыз деген ойдамыз. Ол барынша өмірге бейімдеу керек. Өмірге білім беріп, қанаттандырып, олар жоғары бір жерге мүмкіндігі болады. Біз барынша бітірген екен оларды жұмыспен қамтуда мәселесін қолға алып отырмыз. Гаухар Тыныспай бірінші курс студенті. Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша білім алады. Отбасында 7 баланың ішіндегі үлкені. Тағдыр тәлкегімен туылғаннан есту және сөйлеу қабілетінен айырылған. Жас ару болашақта білікті маман болуды армандайды. Техник бағдарламашы мамандығы бойынша оқып жүрген арудың үлгерімі де жақсы. Шәкіртақысы да жоғары. Оқуды бітірген соң, өзім компьютер осы салада жұмыс істегім келеді, осы сала бойынша дейді. Еліміз тыныш болсын, барлық балалар бақытты болсын дейді. Осы колледжге үлкен рахмет дейді, оқытып жатқан үшін барлық мұғалімдерге, басшыларға. Елбасы жолдауында мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтуға ерекше көңіл бөлу керектігі айтылды. Осы мақсатта мүгедектерді қоғамға бейімдеу мен оқытуда тиісті жұмыстар үздіксіз атқарылып жатыр. Маржан Шорабай, Әлем Әлік, Ербол Махашев, жаңалықтар.